Сәлем оқырмандар, әлеуметтік желіде тағы бір сұмдық шындық ашылды ма? Кеше ғана Алматы қаласына барған Құндыз бен Назгүл ауырып қалғанын бәрі көрген еді. Ал бүгін Ильяс ағаның инста парақшасында Құндыздың ауырғанын салған видео 2 миллион қаралым жинаған еді. Алайда сол оқырмандар жазған хатта бұрынғы кластастары қайтадан жанашыр болғанын көруге болады. Бұл әйел осыдан 1 жыл бұрын көреміз бағдарламасында қонақта болған еді, естеріңізде болса керек. Осы екі қыздың жанашыр досы. Ал бүгін сол Ильяс ағаның инста парақшасында осы жанашыр досы былай деген еді: мектеп кезде бұндай ауруы жоқ еді. Сізбе передачаға барған ешқандай ауруы жоқ еді, не болған деген еді оқырмандары. 17 жыл айдалада жүрді ғой, мал бағып, сонда қалай жүрді, судырғысы ұстамай. Руслан мырза да айтпады, көңілге күмән ұялатады екен. Алла кешірсін деген еді тағы бір оқырман. Бұл қызда судорғы болмаған. Әп-әдемі жүрген қыздар: Ильяс мырза, сен үй берем деп жоқ болдыңыз. Сол үйге бөлек жібермеу үшін Зульфия ханыммен бірігіп істеген тірліктерін емес пе? Қазір адам баласына сенуге болмайды. Алматыда тұрғанда әдемі болып семіріп кеткен еді. Ал Руслан мырза барғанда азып кетіпті деген кезде Зульфияның жаны шығып кетті. Бұл дүние тегін емес деген еді оқырмандары. Мына еркек хатын екеуі ұйымдастырып, мына хатын осы еркекті көп айтады. Руслан ағаны емес, екеуінде бір гәп бар деген еді тағы бір оқырман.